Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай, дәмді, қолжетімді заттардан тұратын құймақты торттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, жарнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен құймағын дайындап аламыз. Сүтке шым-шым тұз, тәттілігіне қарай құмшекер қосамыз. Ұн қосып араластырған кезде құймағымыз іртік болмау үшін бірінші сүтті 2 бөлікке бөліп құямыз. Ұн мен разырғетелді бірге қосып араластырамыз. Барлық құрамның мөлшерін описаниеға қалдыратын боламын. Осылай қамыр іртіксіз қою болған кезде үстіне сүт пен суды құя берсек болады. Енді сұйық май құйып араластырған соң құймақты пісіріп аламыз. Құймақтарымыз дайын болған соң крем дайындаймыз. Бұл тортқа барлық крем үйлесе береді. Сондықтан кілегейлі қаймақтан жасалған заварной кремдерді пайдалансаңыздар болады. Мен оңай қаймақты кремді пайдаландым. Қаймаққа қант ұнтағын қосып араластырып тортымызды жинаймыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Осымен өте оңай, жұмыртқасыз, қолжетімді заттардан тұратын тортымыз дайын. Міндетті жасап көріңіздер. Видеомды лайк басып, жарнама тіркеліп кетіңіздер. Әлде көп рецепттер болады.